Жалынды сәлем, UFC 296 аяқталды. Шавкат Рахмонов тура біз болжағандай екінші раундтың соңында сабмишнмен жеңіске жетті. Сонымен Шавкат UFC-да бүкіл жекпе-жектерін соңына дейін аяқтамай сабмишнмен немесе нокаутпен бітіріп жатыр. Рекорд 18-0 болды. Бұған қоса UFC-да ешкім Стивен Томпсонды сабмишнмен жеңбеген. Бұл әрине үлкен жетістік. Және де жаңа рекорд Шавкат Рахмонов UFC тарихына кірді. Шавкат Рахмоновтың 6 жекпе-жегіндегі ерте аяқталу сериясы UFC-дегі ең ұзақ белсенді финиш сериясы болып табылады, деп жазады промоушнның ресми аккаунты. Және Шавкат Рахмоновтың жеңіс сериясы UFC жартылай орта салмақтағы тарихындағы ең ұзақ үзіліссіз жеңіс сериясы болып табылады. Жекпе-жекке шолуғы жасайық. Бірінші раунд басталғаннан кейін Стивен аяқпен лоу-киктер теуіп көрді, бірақ олар ешқандай оған нәтиже алып келмеді. Шавкат оны сезген жоқ сияқты. Көп ұзамай Шавкат прессинг жасап, қарсыласын сеткаға тақап тейкдаун жасауға тырысты. Бірақ менің таңғалғаныма Томпсон жақсы қорғаныс көрсетті. Бірінші раунд сол қалыпты баяу өтті. Оны көрген американдық жанкүйерлер гуілдеу бастады. Бірақ раунд солай аяқталды. Раундтың ортасында Томпсон шаршағанын байқалды. Келесі раунд басы біріншіге ұқсады, бірақ стойкада Вандербойдың қаупі әлде сақталып тұрды. Сондықтан Шавкат геймпланды сақтауға тырысқаны көрінді. Көп ұзамай тейкдаун жасап, жерде финиш жасауға тырысты. Және раундтың ортасында тейкдаун сәтті жасалды. Жерде Шавкаттың күшінде басымдылық байқалды. Раундтың соңына бірнеше қылқындыру әрекетінен соң раунд аяқталуына 5 секунд қалғанда Томпсон шыдамай сәтті удушение жасалды. Бұл жеңіс әрине Шавкатты өз салмағының топ позициясына көтеріп, поясқа претендент қатарына қою керек. Ал сол салмақтағы, сол турнирдағы чемпиондық жекпе-жек қызықты өткен жоқ. Леон Колбиді шешім арқылы жеңіп, әлде чемпион болып тұр. Енді ең қызығы Шавкат пен Леонның жекпе-жегін көрсек. Шавкаттың жеңісіне мен сияқты сенсеңіздер, лайк басыңыз. Барлығыңызға сәттілік.